Қайырлы күн әріптестер және оқушылар. Мен Жармұхамбет орта мектебі музыка пән мұғалімі Айдан Алдабергенқызы боламын. Біздің өнер бірлестігі апталығының ашылуына орай сіздерге Алматы қаласындағы мәдени орталықтарға шолу жасайтын боламын. Менімен бірге болыңыздар. Кеттік. Біз дәл қазір Абай мен Достық даңғылдарының қиылысында тұрмыз. Біздің алдымызда ақын, композитор, ағартушы, аудармашы Абай Құнанбайұлының ескерткіші орналасқан. Келесі кезек Республика сарайында. Бұл Республика сарайы. 3000 көрерменге арналған бұл нысан 1970 жылы ашылып қолданысқа берілген. Бұл Республика сарайында ірі республикалық конференциялар мен сахналық кештер және концерттер өткізіледі. Бұл Қазақ мемлекеттік циркі. Ол ең алғаш 1970 жылы Қазақ кср әртісі Ғалиеваның жетекшілігімен ұйымдастырылды. Ал 1972 жылы Қазақ цирк өнері ғимараты ашылып, қолданысқа берілді. Циркте цирк өнерінің барлық жанрлары қамтылған. Оның ішінде акробатика, гимнастика, иллюзия, жыртқыштар, ірі және ұсақ жануарларды үйрету. Бұл Қазақ мемлекеттік Мұхтар Әуезов атындағы академиялық драма театры. Ол 1925 жылдың соңында сол кездегі Астана, Қызылордада ұйымдастырылды. Ал ресми түрде шымылдығы 1926 жылы 10 қаңтарда Кемеңгеровтің Алтын сақина қойылымымен ашылды. Ал 1926 жылы 13 қаңтарда Мұхтар Әуезовтің Еңлік кебек трагедиясы қойылды. Міне менің шағын ғана шолуым өз мәресіне жетті. Бұны мен айтайын дегенім. Біз өзіміздің мәдениетімізді, өнерімізді және тарихымызды жетік біліп, келешек ұрпаққа, болашақ жастарға үлгі бола отырып, оларды рухани жаңғырту. Назарларыңызға рахмет, сау, саламатта болыңыздар.